Алматы облысы Байфелов ауданы Сарытөбе ауылдық кітапханасының ұйымдастыруымен латын әліпбиі тіл тазалығы атты видеослайды назарларыңызға ұсынады. Әлемдегі ақпараттың 90% латын графикасында жарық көреді. Латын әліпбиіне көшу біздің елдің халықаралық дәрежеге шығуына бірде-бір мүмкіндік. Бұл әліпбидің болашағы зор, мақсаты айқын. Қазіргі қолға алып жатқан дүниенің бәрі біз үшін емес, кемел келешек жолында жасалып жатқан ауқымды іс. Латын әліпбиіне көшу қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман талабына сай өсіп өркендеуіне, болашақта еліміздің жан-жақты дамуына үлес қосып, жемісі мен жеңісін әкелері сөзсіз. Бұл латын әліпбиіне көше отырып, өркениетті елдердің қатарына қосылып, қазақ тілінің жазылуы мен дыбысталуы кезінде қолданыстағы артық кірме сөздерден арыламыз. Сондықтан латын әліпбиіне көшу біз үшін, болашақ үшін әлдеқайда маңыздырақ деп ойлаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.